Сәлем достар, берекелі каналына қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында 3-ақ ингредиенттен жасалынатын маршмеллоуды дайындаймыз. Бұл балалардың ең сүйікті тәттісі. Маршмеллоу өте жұмсақ, ауызда еріп кетеді, сондықтан видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіз. Бізге қажет қант, су және желатин. Желатинге суды қосып, араластырып, желатин суды толық сіңіргенге дейін қойып қоямыз, шамамен 30 минут. Осындай ыдысымызға қантты және де суды салып, араластырып, орташа отта қайнатамыз. Яғни біздің басты мақсатымыз қант толығымен еруі қажет. Бұның дайын болғанын қалай білуге болады? Яғни егер де сіздің сиропыңызда кішкентай көпіршіктер пайда болса, дайын деген сөз. Одан кейін формамызды дайындап аламыз. Мен қарапайым контейнерге целлофанды салып, ішін шеттерін толығымен майлап алдым. Міне дайын болды сироп. Желатин суды толық сіңірді. Енді мен бұны ысытып алдым. Микроволновкада ысытып алдым. Сіздер водяной баняда ысытып алсаңыздар болады, бірақ та қайнатуға мүлдем болмайды. Жай ғана осылай ерітіп аламыз. Сиропымызды таза ыдысқа құйып, миксердің көмегімен өте кішкентай аз жылдамдықтан бастаймыз да миксерлейміз. Кейін еріген желатинімізді ақырын құйып миксерлей бастаймыз. Менде шамамен 6-7 минутта кетті. Міне басында осылай көпіріп, осындай тығыз масса пайда болады. Егер де осындай узор пайда болса, онда маршмеллоу дайын деген сөз. Бірақ мен әдемілік үшін 1-2 тамшы бояғыш қостым. Кондитерлік дүкенде сатылады. Сіз қаласаңыз қызылшаның немесе сәбіздің шырынын қосып, әдемі түске боясаңыз болады. Осындай түс шықты. Енді бұны формамызға орналастырамыз. Майланған формамызға маршмеллоуды толығымен құйып, біркелкі етіп орналастырамыз. Қарап отырсаңыздар, масса өте тығыз болып шықты. Енді осы формамызды кішкене үстелге ұрғылап, яғни тегіс болу үшін, майланған целлофанмен немесе пищевой пленкамен осылай бетін жауып қоямыз да тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Сіздер қаласаңыздар, басқа форма қолдансаңыздар болады. Енді маршмеллоу жабысып қалмас үшін 1 ас қасық қант ұнтағы және 1 ас қасық жүгері крахмалын араластырдым. Міне біздің маршмеллоу тоңазытқыштан шықты, дайын болды. Қант ұнтағы мен жүгері крахмалдан тұратын қоспаны сеуіп, маршмеллоуды орналастырамыз. Яғни бұл бізге маршмеллоу жабысып қалмас үшін қажет. Маршмеллоуды формадан шығарамыз, осылай. Қоспаны үстінен тағы да себеміз, жабысып қалмас үшін. Барлық жеріне жағу қажет. Одан кейін пышақтың көмегімен қалаған формамызға келтіріп, кесіп аламыз. Бір-бірінен осылай араластырып аламыз. Қараңыздаршы, қандай жұмсақ болып шықты, антистресс сияқты. Енді дүкеннен сатып алмауға да болады. Балаларыңызға осылай дайындап берсеңіз, олар өте қатты қуанып қалады деген ойдамын. Рецепт пайдалы болса, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.